Осы. Халик. Кабина. Күшті. Мында отырамыз өзіміз. Мына жерге отырады. Кеше келіп өздері орындан белгілеп. Бақылаушылар келді, айтты, бәрі келіп, біз осы жерге отырамыз. Мына жерге не тұрсын деп бәрін айтты. Орны қайда тұрады? А? Орны. Кімнің? Орны. Мына жерге тұрады. Мына жерде тұрады ғой. Бұрын дейтін, мына есіктен шығып жүреді, қайтадан айналып. Қазір дейтін, мына есіктен шығасыздар деп айтқан кеше. Анадан кіріп, мынадан былай шығып кетеді. Былай қарай арғай отырамыз оны бақылаушылар? Біздің қасымызда отырады. Мына нені ғой? Біз қосып бәрін көтердік. Көшіп байлап көшеміз жазып алғанбыз. Бір қоғам істейміз. Сіз бұрын болдыңыз ба? Иә, мен біршама жылдан бері. Тесттен өттіңіз ба осы биыл? Тест бірдеңе деді ғой, ана қапаққа өтеді деп. Иә, өтті. Сертификат алып, соны бердік қой, тапсырдық қой. Бақылаушылар жүруге болады ма? Бақылаушылар жоқ, болмайды. Неге? Бір орында отыру керек, бақылап қана. Жүруге болмайды ма? Болмайды. Қай жерде жазылып тұр болмайды деп. Білмеймін, бақылаушы бізден жүрмейді, бақылаушы өзінің орнында отырады келген орнында. Түсініп тұрып жүруге болмайды дейсіз ғой. Иә, лишний бізге араласуға болмайды деп ойлаймын. Жоқ, енді араласу, ол әрине араласуға болмайды. Заңда жоқ. Но жүруге болмайды деген тоже жоқ. Жоқ, енді біздің шаруамызға араласып жүруге болмайды. Ең былай баратын шығар. Өзі қарап, бақылайды ғой, бақылаушы не үшін аты айтып тұр ғой. Но бірақ бізге келіп, именно ана қасымыздағы кісіге келіп араласуға болмайды. Жоқ, енді әрине, понятно ол. Иә. Бандиттар емес қой бақылаушылар. Бақылаушы деп аты айтып тұр ғой, бақылайды ғой, әрине барлығын бақылап жүр. Қол емес олар деген. Иә. Мынандай стереотип, да, как будто бақылаушы келіп деп отырады болды. Даже сөз айта алмайды. Заң бойынша не жасауға болады ғой, замечание мысалы. Заңда жазылып тұр. Иә, өздерінде жазып отыратын шығар замечаниесін. Сосын не дауыс санағанда қалай болады? Дауыс санағанда біздер осы жерге столдарды қосамыз. Иә. Осы жерден санаймыз, мына қасымызға отырады. Бізді бақылап отырады, бақылап қана отырады. Ол араласып санамайды ештеңе етпейді. Жоқ, ол сіз тесттен өттіңіз ба сабақты? Иә. Сізде бұрын мында бақылаушы болмаған ғой да? Болды. Независимый бақылаушы болған жоқ, тәуелсіз бақылаушы. Бәрі анандай праволастный ғой былай айтқанда. Иә, келіп для галочки отырады. Иә. Ондай бар енді. Бірақ бізден келетін кісі заңды бәрін біледі, от и до. Заңда жазылып тұр, что орысша айтқанда. На расстоянии и, короче, галочка көрінетін жерде тұрады. Көре алатындай жерде тұрады. Заңда бәрі жазылып тұр сол. Сол бұрын мына жерде отырды міне. Ана кісіні қарап, былай да, мысалы, бізден бүйтіп отырды. Енді неге ана жерге отырамыз деп тұрғанын білмей қалдық дейді. Кеше сол жерге қойыпты, өздері бақылаушылар, біздер ана жерге отырамыз деп айтыпты. Бізге отырғыш дайындаңдар. Жүруге олар кедергі жасамай жүре алады. Кедергі жасамаса, иә, әрине. Санағанда тоже санап видеоға түсіруге болады бәрін. Иә, видеоға түсіріп санап отырғандарын көрдім. Но бірақ енді бізге келіп араласпайды, сосын біздер отчет беріп өттік та оларға. Неше кісі, неше саны берді, общий саны, мынандай қалдық, мынандай. Кедергі болса шығарып жібересіз, онша проблема емес. Полиция болатын болар мұнда дежурный там. Болады ғой, болады. Өздерінің орындары бар. Бірақ онандай сызық деген тоже. Ондай жоқ. Мына белгіден шықпа деген ондай жоқ. Спокойно жүреді. Санағанда тоже протоколды печатьпен бересіз ғой, да? Кәдімгі мөр, анандай ксерокопия емес. Ксерокопия, бірақ мөр басып бересіз ғой. Мөр оригинал, да? Оригинал, иә.